Ал Атырауда бір отбасын қырып салған қанды қылмыс бойынша прокурор Сәрсемалиевті өмір бойы бас бостандығынан айыруды сұрады. Сондай-ақ күдіктінің бұрынғы әйелі Ақбаян Мұханғалиеваға қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Мемлекеттік айыпталушылардың мәліметінше, әйелдің қанды қылмысты жасырғаны толық дәлелденбеген. Алматыда жүргізілген сот психологиялық психиатриялық сараптаманың қорытындысына сәйкес Ақбаян Мұханғалиеваға динамикалық бақылау жүргізу және қосымша дифференциалдық диагностика қажет деп танылған. Қазір ол тиісті ем қабылдап жатыр, ал сотталушы Сұлтан Сәрсемалиев жарыс сөзде өз кінәсін мойындады. Бірақ өкініш білдірмеді, кез келген жазаға дайын екенін мәлімдеді. Айта кетейік, күдікті мен оның бұрынғы әйелі Индонезияда ұсталғаннан кейін екеуіне де адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Кейін тергеу барысында Ақбаян Мұханғалиеваға қатысты адам өлтіру айыбы қылмыс құрамының болмауына байланысты алынып тасталды. Қылмыстық кодексінің 58 бабының 4 бөлігінің негізінде қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлұлына түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұраймын. Қылмыстық кодекстің 46 бабының 5 бөлігінің 4 тармағына сәйкес өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемелеріне өтеу тағайындалады.